Көзқарастар. Авторы Мұстафа Лутфи әл-Манфалути. Бұл әл-Манфалутидің қоғам өміріндегі түйткілді мәселелерді арқау еткен әлеуметтік, саяси және діни мақалаларының жинағы. Қаламгердің шығармашылығында басты орын алатын әлеуметтік тақырыптар аясында ол жұртшылықты рухани жаңаруға, мінез-құлықты нұрландырып, көркем қасиеттерді бойға сіңіруге, сондай-ақ дін мен отанды қызғыштай қорғауға үндейді. Надандық пен жалқаулықтан, бойкүйездік пен ескі сараншық ырымдардан азат болудың ауадай қажеттілігін алға тартады. Сонымен қатар, автор әйел затына арнайы 2 мақаласын арнап, онда әйелдің қоғамдағы өлшеусіз орны мен өмірдегі маңызды рөлін шегелеп айтады. Саяси майданында ол Мысыр мәселесін қаузап, сол тұстағы іштей жік-жікке бөлінген Мысыр халқының аянышты халін суреттейді. Сондай-ақ ұлт көшбасшысы Сағыт Зағлулдің еңбегіне жоғарғы баға беріп, оны ұлт қорғаушысы деп дәріптейді. Ертең, кеше түнде бүгін не жазатыным туралы ойлағаным рас. Дәл қазір саусақтарымның арасында қалам, алдымда аппақ қағаз жатқанын, қалам ұшын жүгірткен сайын сол ақпарақтың бірте-бірте қарая түсетінін білемін. Алайда бұл қалам мәресіне жете ме, әлде діттеген мақсатына жете алмай сүріне ме, ол маған жұмбақ. Осынау жазбамды тәмамдай аламын ба, әлде тағдырдың күтпеген бір кедергісі жолымды кесе ме, оны да білмеймін. Себебі мен ертеңгі күннің не дайындап тұрғанынан мүлде бейхабармын, өйткені келешек бір Алланың қолында. Таңертең үстіме киім ілгенімді және сол киімнің дәл қазір бойымда тұрғанын білемін. Бірақ бұл киімді үстімнен өз қолыммен шешемін бе, әлде мәйіт жуушының қолы шеше ме, оны да білмеймін. Ертеңгі күн көз ұшында бұлдырап тұрған беймәлім бір елес секілді. Ол бәлкім мейірім төккен періште болар, бәлкім лағнет қамытын киген шайтан болар, немесе ызғарлы жел соқсақ бөлшектеніп тозаңы тарайтын да, бейне бір бұл жалғанда ешқашан болмағандай ізім ғайым жоғалып кететін қара бұлт болар. Ертеңгі күн толқыны көкке шашып, асау мінезбен тулаған тұңғиық теңіз секілді. Ол өз қойнауында інжу маржан, жақұт гауһар жасырып жатыр ма, әлде қанқұйлы ажал әкеле ме, оны да қайдан білмексің. Ертеңгі күннің сыры ақыл ойдан жасырылған, ол жанардан таса дүние. Тіпті зәулім сарайының есігінен сыртқа шығарда қадамын басқалы тұрған адам сол аяғын сарайдың табалдырығына қояма, әлде қабірдің ернеуіне қояма, оны да өзі білмейді. Ертең бітпес сырға толы қазына кеуде, зерек көңілдер оны шыр қайналады, данышпан ақылдар оны түсінуге тырысады, өткір жанарлар оған үңіліп, сырын суыртпақтап тартқысы келеді. Алайда тақыр тастан кәусар бұлақ атылмайынша ол ешбір құпиясын ашпайды. Көз алдымда ертеңгі күн елестейді. Ол өз інінде бұғып, шапанына тұмшала оранып, біздің пенделік арман тілектерімізге мысқылдай кекете көз тастап тұрғандай, біздің әрекеттерімізге менсінбей, місе тұтпай жымиып, ішінен былай дейтін секілді. Егер дүние жинаған мына пенде жиғаныңның бәрі артында мұрагерге қалатынын білсе, мына үй салушы салған сарайының бір күні құлазып қирап қаларын білсе, ал ұрпақ сүйетін әке дүниеге әкелген перзентінің ажалға бұйырарын білсе, жинаушы дүние жинамас еді, құрылысшы сарай салмас еді, ал әке ұрпақ сүймес еді-ау. Адам баласы бұл жалғанда барша бөгеттерді бағындырды. Жер астынан жол салып аспанға саты құрды. Шығыс пен батыстың арасын темір арқандармен, мыш желілермен жалғады. Өз ақылымен жоғары ғарыш әлеміне самғап, ғаламшарды кезіп, олардың ой шұңқыры мен шың құзын, жазығы мен қыратын, тіршілігі қайнаған мекені мен құлазыған шөлін, сулысы мен құрғағын танып білді. Ол жұлдыздардың арақашықтығы мен сәулелердің ұзындығын өлшейтін құралдар ойлап тапты, тіпті тұтас жер шарының салмағын бүтіндей де, бөлшектей де тартатын таразылар жасады. Адамзат теңіздердің түбіне сүңгіп, тұңғиығын зерттеді, топырағын тексерді, су асты тіршілік иелерінің мазасын алып, жасырын қазыналарын қазып алды, оның інжу маржаны мен жақұт гауһарын өз иелігіне жаратты, тас пен топырақтың астына бойлап, баяғыда өтіп кеткен ғасырлардың қойнауына енді.
көне заман адамдарының қалай өмір сүріп, қайда тұрғанын, не жеп, не ішкенін көзбен көргендей білді. Тіпті тәнге тән сыртқы сезім мүшелерінен өтіп, жанның ішкі сезімдерінің түкпіріне сүңгіді. Адам жаны мен оның табиғатын, ақыл, ой мен оның ағымдарын, таным мен оның орталықтарын зерттегені сонша ішкі жанның сыбырын, көңіл түкпіріндегі арман тыңқырын еститіндей халге жетті. Ол өзінің зеректігімен барлық пердені тесіп, барлық есікті ашты. Бірақ дәл осы адам баласы ертең деген есіктің алдына келгенде дәрменсіз күйде шарасыздықтан тізе бүкті. Ол бұл есікті ашуға түгілі қағуға да жүрегі дауаламады. Өйткені бұл Алланың есігі еді, ал Хақ Тағала өзінің ғайыбын ешкімге ашпайды. Ей ғайыптың шымылдығын жамылған беймәлім елес, тұмшалаған дидарыңның бір шетін көруіміз үшін бетіңдегі пердеңді сәл де болса түрер мекенсің. Жоқ, тым болмаса бізге сәл жақындашы, бәлкім мына түрілмес шымылдықтың ар жағынан сенің сұлбаңды байқармыз. Өйткені саған деген ынтазарлықтан жүрегіміз лүпілдеп ұшып, сағыныштан өзегіміз өртеніп барады. Ей ертеңгі күн, біздің үлкенді кішілі үміттеріміз, жақсылы жаманды армандарымыз бар еді. Айтшы бізге, сол үміттеріміздің сендегі орны қайда? Армандарымызбен не істегеніңнен хабар берші. Оларды қор қылып аяқ астеттің бе, әлде төріңнен орын беріп қадірледің бе? Жоқ, сырыңды өз кеудеңде сақта, бетіңдегі пердеңді ашпа, үміттеріміз бен армандарымыз жайлы жақ ашпай-ақ қой. Біздің жанымызды жаралап, үмітімізді үзіп, қасірет қамытына кигізбе. Өйткені біз тек сол үмітпен ғана тіріміз. Ол үмітіміз жалған болса да, біз тек сол арманмен ғана бақыттымыз. Ол арманымыз алдамшы болса да. Бұл өмір деген үміт пен арман елесі, үміт үзілсе, тоқтайды өмір кемесі. Алғашқы тостаған. Менің бір досым бар еді, оны қатты жақсы көретінмін. Оның кіршіксіз, таза жүрегін, ақ жарқын пейілін, қасымда болсын, алыста болсын, ашуланса да, сабасына түссе де, ренжісе де, риза болса да, айнымайтын адалдығы мен шыншылдығын ерекше бағалаушы едім. Алайда сұм жалған екеуміздің арамызды бөлді, бірақ бұл өлімнің емес, тірідей айырылысу еді. Мен бүгінде оның қазасына емес, тірі жүргеніне көбірек көз жасымды төгемін. Тіпті оның мына тірлігіне қарап налығаным сонша, тек тезірек ажал құшуын ғана тілейтіндеймін. Адам жанының табиғатында бұндай өткен қайшылықты, бұдан өткен ғажапты естіп пе едіңіз? Тағдырымыз тоғысып, біраз уақыт бірге ғұмыр кештік. Ол мен оны жақсы таныдым. Сосын ол мүлде басқа соқпаққа түсті де, бір-бірімізге жат болып кеттік. Тіпті оның ойына кіріп те шықпайтын болдым. Өйткені оның жанын жаулаған, шарап тостағаны жүрегі менен де, басқалардан да ешбір орын қалдырмаған еді. Бәлкім оның көз алдында менің бейнем елестей қалса, ойыннан өзімді зорлап қуып шығатында шығар. Себебі мені еске алу, оның мынау жаңа өмірінің табалдырығын аттаған кезде бетіне айтқан ащы сөздерімді де еске түсіретін еді. Өз қиялындағы жасанды бақыттың әлемінде мас болып жүрген ол, мұндай естеліктермен сол бір алдамшы ләззаттың шырқын бұзғысы келмегені анық. Содан бері мен оның өмірінен ешқандай жаңалық естімедім. Өйткені маскүнемдердің өмірі біркелкі, бәрінікі бір-біріне ұқсас келеді. Олардың таңы мен кешінің, кешкісі мен ертеңінің еш айырмасы жоқ. Шарапханаға бару, ішу, мас болу, ұйықтау, сосын қайтадан бару. Бұл бейне бір басы мен аяғы табылмайтын тұйық шебер іспет. Бұл бейне бір басы мен аяғы табылмайтын тұйық шеңбер іспетті. Үнемі қайталана беретін бір сарынды көрініс көзге де ілінбейді, көңілі де бүлдірмейді. Үнемі қайталана беретін бір сарынды көрініс көзге де ілінбейді, көңіл де бүлдірмейді. Диірмен тасының жанында ұйықтап жатқан адамның ол гүрілдеп айналып тұрғанда емес, кенет тоқтап қалған кезде шошып оянатыны бар емес пе? Негізінде оны диірменнің айналғаны ояту керек еді ғой. Сондықтан бұл бейбақ,
Менің ойымда оның өмірінің әлгі диірмені тоқтап, қозғалысы саябырсығанда ғана оралды. Енді мен оны шарапханаларда жанжал шығарып, жұрттың шырқын бұзып, немесе көше бойында сұлап жатқанын, не тәртіп сақшыларының қолында түскенін көрмейтін болдым. Сол кезде барып оның хәл-жағдайын сұрастырғанымда ауырып жатыр дегенді естідім, бірақ бұған еш таңғалмадым. Астроном ғалым күннің тұтылуы мен ғаламшарлардың соқтығысуын минуттап, сағаттап қалай дәл күтсе, мен де оның бір күні осындай күйге түсерін күндер мен жылдар санап күткен едім. Оның көңілін сұрай бардым. Қасында не ем жасайтын дәрігер, не жағдайын сұрап келген бірде-бір жан жоқ екен. Өйткені ол кедей еді. Ал дәрігерлер кедейлерге жаны ашыған сыңай танытқанымен іштей сары алтын мен ақ күміске құмартып тұрады емес пе? Ал достар болса, тек ауру жұғып кетеді деп қана емес, кедейлік жұғып кетеді деп қорқады. Сондықтан олар науқастың да, пақырдың да маңына жоламайды. Үйіне кіріп, бұрынғы таныс шаңырақты да, оның иесін де таппадым. Өйткені бұл жерде бір кездері бөлмелер мен залдарда қанат қағып тұратын тіршіліктің биік рухы сезілмеді. Ас үйден будақтаған түтін де көрінбейді. Қызметшілердің абыр-сабыры да, балалардың шаттана күлгені немесе жылаған даусы да, есік қоңырауының сыңғыры да естілмейді. Мен бейне бір тірі адамның көңілін сұрап үйге емес, өліні зиярат етуге, қабірге кіріп келгендей күй кештім. Содан науқастың төсегіне жақындап, тозығы жеткен шымылдықты түргенімде, сүйегіне жабысқан бір уыс терісі ғана қалған құр сүлдені бейне бір елесті көрдім. Оған қарап, ей жанарың көкке қадаған бейбақ сүлде, мына сенің тәніңнің ішінде менің ардақты досым бар еді. Сол досымды қайтадан табан. Оған қарап, ей жанарың көкке қадаған бейбақ сүлде, мына сенің тәніңнің ішінде менің ардақты досым бар еді. Сол досымды қайдан табарымды айтып жібермейсің бе дедім. Ол әрең дегенде ернін жыбырлатып, бұл кімнің дауысы, пәленшеніңкі ме деді. Я, дәл өзімін, қай жерің ауырады деп сұрадым. Ол қабырғасы сөгіліп кете жаздағандай ауыр күрсінді де, алғашқы тостағаннан ауырамын деп жауап берді. Ол қандай тостаған дедім таңырқап. Мал-мүлкімді, ақыл-есімді, денсаулығымды мен абыройымды жұтқызған тостаған. Міне бүгін сол тостағанға өз өмірімді де құрбан еткелі жатырмын деді ол. Саған осындай күйге түсіргеніңді айтып, қаншама рет ақыл қостым, ескерттім, сақтандырдым, бірақ соның бірі де саған пайда бермеді-ау дедім, ішім қынжылап. Ол былай деп тіл қатты. Сен маған ақыл айтып жүргенде, бұл сұрқия өмірдің қаншалықты қасіретті екенін менен артық білген жоқсың. Бірақ мен ол кезде әлгі алғашқы тостағанды ішіп қойған едім. Ерік өзімнен кеткен болатын. Одан кейін ішкен әрбір тостағанымның бәлесі сол алғашқысынан басталды. Ал сол алғашқысына мені итермелеген нәрсе тек өзімнің әлсіздігім мен жанымдағы дос-жарандардың сұрқия алдап арбауын түсіне алмаған ақымақтығым еді. Ішімдікке деген құмарлық адамның табиғатында басқа тән қалаулары секілді туғаннан болмайды. Егер солай болса, табиғи нәпсіге ергендей ішімдікке салған адамды да ақтауға болар еді. Жоқ, олай емес. Ішімдіктің адамға деген үстемдігі тек сол алғашқы тостағанды ішкеннен кейін ғана басталады. Ендеше адам не үшін оны ішеді? Оның ішетін себебі қасындағы екі жүзді суайт достары мен жолдастары оның көзін байлап алдап арбайды. Олар тостаған қақтығыстырып, айқай-шумен өтетін босқуысылардың алатын ләззаттарын сол адамды өз қатарына қосу арқылы ғана толықтырғысы келеді. Егер сен олардың оны қалай алдағанын, адамдық табиғатынан, әдеттегі таза қалпынан шығуды оған қалай әдемілеп көрсеткенін және бұл үшін қандай сылтаулар ойлап тапқанын білсең ғой, оның шектен шыққан ақымақ, түбі жоқ әлсіз бейбақ екеніне көзің жетер еді.
Міне сол ақымақ, сол бейбақ менмін. Тыңда енді. Ал енді тыңда, шайтан адамды қалай азғырса, әлгі достардың мені қалай алдап, жамандықты қалай жақсы етіп көрсеткенін айтып берейін. Олар сенің өмірің уайым қайғы мен мұңға толы, ал бұл дерттің шараптан басқа емі жоқ десті. Сосын шарап тәннің ажарын кіргізіп, бойға қуат береді, тілді шешіп, адамды шешендікке баулиды, қорқақты батыр етіп, жүрекке қайрат пен ерлік ұялатады деді. Мен осының бәрін естідім де сендім, сөйтіп алданып қалдым. Шараптың бойында 4 түрлі қасиет бар екеніне сендім: бақыт, денсаулық, шешендік және батырлық. Алайда мен одан 4 түрлі қасірет таптым: кедейлік, дерт, азғындау және жындылық. Олар денсаулық деп шараптың тұла бойға тарап, ішек қарынды өртегендегі бетке шығатын жасанды қызыл шырайына алданды. Шешендік деп мылжың сөзбен сандырақты, былапыт тілмен бейәдептілікті ұқты. Батырлық деп темір торға қамалғанда ғана басылатын мас күйдегі бұзақылықты айтты. Ал бақыт деп ішудің ақыл есін тұмшалап, айналадағы дүниенің ақиқатын көруден қалдырған аз ғана уақытты санады. Мастықтан оның көз алдында бәрі теріс айналатыны сонша, біреу балағаттаса әзіл деп, шапалақпен тартып жіберсе сәлемдескендікі деп қабылдайды. Сөйтіп жас бала немесе есі ауысқан жынды ғана мәз болатын нәрселерге қарқылдап күледі. Керегесінен күлкі кетіп, тұрғандарының жүзінде мұң ұялаған шаңырақта өмір сүретін адамда қандай қуаныш болсын. Таңертең үйінен шығарда отбасы қайғыра шығарып салып, кешке оралғанда ауыр күрсініспен күтіп алатын бейбақта қандай шаттық қалды дейсің. Қасапшының сұсты жанарынан саудагердің кекесін сөзінен, шарапхана иесінің зекіген айқайынан қашып, көшенің бұрыш-бұрышын паналап, дуалдар мен қабырғаларды жағалап, бұқпантайлап теңселіп жүретін пендеде қандай бақыт болсын. Қасіретті тағдырымның табалдырығын жаңа аттаған кезімде мен де әлгіндей сорлыларды көруші едім. Ондай қатарластарым сияқты менің де ойыма олар шараптың емес, шамадан тыс ішудің құрбаны болған ғой деген пікір келетін. Сөйтіп, егер мен де ішер болсам, шегін біліп ішем, олардың күйіне түсіп, қадірімді қашырмаймын деп өз-өзімді сендіретінмін. Алайда шарапты татып көргенім сол еді. Бүкіл естен жаңылдым, өлшемнен астым, ойлағанымның бәрі күл-талқан болып еркімнен айырылдым. Дәл осындай торға түскен басқа да алданған бейбақтар сияқты мен де жеңілдім. Егер сол алғашқы тостаған болмағанда мен бұлай құрдымға кетпес едім, қазіргідей зар жыламас едім. Егер сол болмағанда достарым менен теріс айналмас еді, туыстарым мені жақтырмас еді. Егер сол болмағанда достарым менен теріс айналмас еді, туыстарым мені жатырқамас еді. Енді сен ғана менің қуаныш пен қайғыда қасымнан табылар жалғыз досым болшы. Мен оған серт бердім, сөйтіп оны сондай бір сұмдық күйде қалдырып кеттім. Көргеннің жанарын соқыр, естігеннің құлағы керең қылатындай аянышты хал еді. Мұндайдан тек жаратушының өзі ғана сақтасын дейсің. Жер қойнындағы періштем. Уа құлыным, міне қабіріңнің топырағыңнан қолымды қағып, майдан даласынан жеңіліс тауып қайтқан қолбасшыдай шаңырағыма оралдым. Қазір менің бойымда төгейін десем төгілмейтін бір тамшы жас, шығарайын десем шықпайтын бір ауыр күрсініс қана қалды. Өйткені тағдыр тақтасына сенің маңдайыңа осы бір қасіретті жазған
Мен сұрамай жатып мені саған сыйлаған, сосын амандығыңды тілеп үлгерместен сені менен қайтып алған жаратушы Алла өз үкімін толық іске асыруды және маған қайғы тостағанын сарқып ішкізуді қалаған екен. Ол менің жүректегі шерді тарқатар, сол бір тамшы жастан да, бір ауыр күрсіністен де марқұм етті. Десе де, разы болса да, қаһарланса да, барлық мақтау бір Аллаға тән, нығмет берсе де, қайтып алса да, барлық мадақ оған ғана лайықты. Оның жазған тағдырына разылықпен көніп, жіберген сынағына сабыр етуден басқа шарам жоқ. Құлыным-ау, төсекте сырқатың жаныңа батып жатқаныңды көріп, қабырғам қайысты, сосын саған ажал жетіп қалама деп зәрем ұшты. Маған өмір мен өлім адамдардың қолындағы нәрсе, пенденің еркіндегі іс сияқты көрінгенде еді. Сөйтіп жағдайыңды дәрігерге көрсетіп едім. Ол дәрі жазып беріп, сауығып кетеді деп үміттендірді. Мен жаныңда отырып, аузыңа әлгі сап-сары сұйықтықты тамшылатып құйып жаттым. Ал сол сәтте тағдыр сенің кеудеңнен шыбын жаныңды жұлмалап үзіп жатқан екен ғой. Бір кезде қарасам, қолымда қимылсыз жатқан мұздай денеңді көрдім. Ал дәрі құйылған құты әлі де менің уысымда тұрған еді. Сонда барып, сенен мәңгілікке айырылғанымды, барлық іс дәрінің күшінде емес, Алланың үкімінде екенін түсіндім. Ботам, күндердің күнінде мен де дәл сенің төсегіңдей төсекке жатамын. Тағдыр саған не істесе, маған да соны істейді. Сол бір ақырғы сағатта бұл өмірдің қызығы мен шыжығынан, бейнеті мен зейнетінен менің есімде қалатын ең соңғы нәрсе, жан тапсырғалы жатқанда жүзің бозарып, буын-буының дірілдеп, жанарыңнан жас парлап жатқанда, өз қолымнан аузыңа құйған сол бір ащы жұтым дәрілер үшін өзегімді өртенген ұлы өкініш болмақ. Ол кезде сенің маған қолыңды созып, өзіңнен кері тергеніңдей халіңде, дәрінің ащылығын айтып, шағымданғаныңдай тіліңде жоқ еді-ау. Сенің сырқатың мен шипаңды, өмірің мен өліміңді бір Аллаға өзіне тапсырғаным, сен үшін де, мен үшін де хайырлы болар еді-ау құлыным. Мынау жалғанмен қоштасар сәтіңде менен көретін ең соңғы жақсылығың менің саған тартқызған сол бір азаптарым болмауы керек еді ғой. Қазір мен саған ажал жіберген тағдырға өзім көмектескендей күй кешіп жүрмін. Тағдырдың саған ұсынған ажал тостағаны сенің маңдайыңа менің қолымдағы дәрі құтысынан ашырақ тимегеніне де сенімдімін. Сенсіз мына өмірдің дидары неткен сұрықсыз еді құлыным. Мына жаратылыстың бейнесі көзіме неткен құбыжық болып көрінеді. Сен кеткелі мына үйдегі қараңғылық неткен қалың еді. Сен осы шаңырақтың төңірегінде жарқырап шыққан күндей болып маған барлық нәрсені нұрландырып тұрушы едің ғой. Ал бүгін қара жердің қойнауында жатқан сенің жанарың қандай қапас қаралықты көріп, қараңғылықты көріп жатса да, менің де көзім айналамнан дәл сондай түнекті ғана көреді. Жоқтау айтып егілер көз жасы таусылып, бойынан күш қуаты кеткен соң амалсыз төсектеріне жатып ұйқыға кетті. Жоқтау айтып егілгендер көз жасы таусылып, бойынан күш қуаты кеткен соң амалсыз төсектеріне жатып ұйқыға кетті. Қараңғы түннің қапасы мен үнсіздігіне жалғызсырап, көз ілмеген тек екі ақ жанар қалды. Бірі қасіреттен қан жылаған сорлы әкеңнің жанары, екіншісі өзің жақсы беретін тағы бір жанар. Түннің ұзарғаны сонша одан әбден қажыдым, алайда жаратқаннан мына қараңғылықтың орнына ақ таңның атуын тілеп тұрғаным жоқ. Өйткені құлыным, сенен айырылған мына қасіреттен соң бойымды күндізгі жарықта сенің жарқын өміріңнің іздерін көруге шыдарлық дәрмен қалмады. Сондықтан мына түн ұзара берсе екен, таң атпай-ақ қойса екен деймін. Жоқ, қайта тезірек таң атсыншы, мына түнектен де әбден шаршадым-ау. Бүгін сені қара жердің қойнауына тапсырдым ботам. Сенен бұрын бір ағаңды да, одан да бұрын екі ағаңды да топыраққа берген едім. Сөйтіп мен күн сайын жаңа мейман қарсы алып, тағы да бір қонағымды мәңгілікке шығарып салып жатқандаймын. Уа жаратқан, мына жүрек басқа жүректер көтере алмайтын қайғыны қалай ғана көтеріп, мына сұмдық қасіреттерге қалай ғана төзеді екен.
Құлындарым-ау, әрқайсыңның менің бауыр етімнен бір-бір үзім жұлып кеттіңдер. Қазір мына шерлі бауырым бөлшектеніп, қабірлерің түкпір-түкпірінде шашылып жатыр. Одан қалғаны сәл ғана тіршілік ұшқыны, ол да көпке бармас. Ал сұм тағдыр бауырларыңды қалай әкетсе, менің бойымдағы сол қалған жанымды да солай ал қоймасы анық. Құлындарым-ау, өмірге келген соң неге ерте кеттіңдер? Егер бұл жалғанда тұрақтамайтындарыңды білсеңдер, несіне келдіңдер? Егер мүлде келмегендеріңде қолымды бостығына бұлай налмас едім. Өйткені мен уысымда жоққа телміруді әдет қылмаған жанмын. Ал егер өмірге келген соң қасымда қалғандарыңда мен сендер үшін мына қасіреттің уын ішпес едім-ау. Сендерге қатысты тағдырдың тек мынаны ғана қалар едім. Мен жүретін жолдан аулақ жүрсе екен, маған жақсылығын да, жамандығын да жасамаса екен, маған қарап не күлмесе, не қабақ түймесе екен деп едім. Егер ол осыған ғана разы болғанда ғой. Бірақ сұм тағдырдың жүрегі тым қу, жанары тым өткір еді. Ол менің қолымда жоқ бақытқа қайғырмайтынымды, дәмін татып көрмеген ләззаттың жоқтығына өкінбейтінімді жақсы білді. Сондықтан ол өзінің пенделерге жазған азап заңдылығын менің де басымнан өткеруді қалады. Ашкөздік есігін маған кіре алмайтынын білген соң үміт есігінен кірді. Ол маған сый тартты. Мен сол сыйға ұзақ уақыт мәз боп жүрдім. Жүрегімдегі үміт дәні өсіп, гүлдеп, маған берген нығметтің тәттілігіне әбден елтіп, ең бір бақытты шағымды кешіп жатқанымда ол кенеттен бас салып, сол бақытты уысымнан жұлып алды. Бұл бейне бір шөлден қаталап тұрған адамның қолындағы мұздай суды тартып алғанмен бірдей еді. Бауырыма қадалған оқтың жарасы тереңірек болып, бақытымнан айырылудың азабы ауыррақ тиюі үшін осылай істеді. Егер бұлай етпегенде, ол маған ешбір зардабын тигізе алмас еді-ау. Уа боталарым, егер жаратқан Алла сендерге жұмақ бақтарында, не кәусар бұлақтардың жағасында, немесе зәулім сарайлардың көлеңкесінде қауышуды нәсіп етсе, мен де дәл сендерді еске алғандай еске алыңдаршы. Раббыларыңның құзырында намазға ұйығандардай қатар тұрып, кішкентай қолдарыңды жайып былай деңдер: Я Алла, мына бейбақ адам бізді жақсы көруші еді, біз де оны жақсы көруші едік. Сұм жалған ортамызды бөлді. Ол бізден кейін мына өмірдің тауқыметі мен қайғысынан өзі көтере алмайтын азап тартып жүр. Ал біз болсақ, сенің құзырыңда қанша рахатқа батсақ та, оны сағынып, ішіміз құса болып жүр. Сен бізге де, оған да мұндай азап беруден тым мейірімдісің ғой. Сондықтан, я бізді оның жанына жібер, я оны біздің қасымызға алдыр. Одан бізді оның жанына жібер деп сұрамаңдар, тек оны біздің қасымызға алдыр деп тілеңдер. Өйткені өзім жерінген мына өмірге сендердің қайтып келгендеріңді қаламаймын. Бәлкім Алла менің тілегімді қабыл етпесе де, сендердің періште дұғаларыңды қабыл етіп, ортамыздағы мына қара шымылдықты түрер де бізді бұрынғыдай қайта қауышармыз. Аймен сырласу. Уа заңғар аспанның төрінен төнген жарығай, сен зәулім сарайдың терезесінен телмірген сұлу келіншексің бе? Ал айналаңда шашылған мына жұлдыздар оның маржан алқасы ма? Әлде алтын тағында шалқайған ұлы патшасың ба? Ал мына жарық жұлдыздар саған қызмет еткен хор қыздары мен ғұлмандар ма екен? Бәлкім жарқыраған гәуһар тас шығарсың, ал сені қоршаған көкжиек нұрдан соғылған жүзік болар. Немесе тұнық айнасың ба? Ал мына нұрлы алқа оның жақтауы ма? Әлде бұрқ-сарқ қайнаған кәусар бұлақпысың, ал төгілген сәулелер одан бастау алған өзендер ма? Әлде лаулап жанған ошақсың ба? Ал мына жұлдыздар одан ұшқан жарық ұшқындар ма екен? Уа нұрлы ай,
Сен мына жердің ой шұңқыры мен шыңқұзын, жап-жазық даласы мен бұлаң құзын, тіршілігі қайнаған мекені мен құлазыған шөлін тегіс нұрға бөледің. Ендеше менің де жаныма сәулеңді шашып, ішімдегі түнекті сейілте алар мекенсің. Көңілімді торлаған уайым қайғының ауыр бұлттарын тарата алармысың? Уа нұрлы ай! Сен екеуміздің арамызда бір ұқсастық пен көзге көрінбес байланыс бар. Сен өз аспаныңда жалғызсың, ал мен мына қара жерде жалғызбын. Екеуміз де соқпағанымызбен үнсіз де момын күйде жүрегіміз жаралы мұңға батып келеміз. Біз ешкімге бұрылып қарамаймыз, бізге де ешкім назар салмайды. Екеуміз де түн қараңғылығында бір-бірімізге дидарласып, қатар жүзіп, іштей сырласармыз. Жұрт маған қарап бақытты екен деп ойлайды. Өйткені олар менің ернімдегі алдамшы күлкіге, жүзімдегі жайдарлы қалыпқа иланады. Ал егер олар менің ішкі жан дүниеме үңіліп, ондағы қатпар-қатпар уайым мен қайғы қасіретті көрсе ғой, маған жаны ашып, көз жасын көп қылып егілер еді. Дәл сол сияқты саған қараған адам да сені шаттыққа кенелтіп, масаттанып тұр деп ойлайды. Өйткені олар сенің дидарыңның сұлулығына, маңдайыңның жарылқауына, өңіңнің мөлдірлігіне алданады. Бірақ олар сенің әлеміңнің шымылдығын түріп қараса, оның құлазыған мекен, қаңырап бос қалған қу медиан екенін көрер еді-ау. Ол жақта не самал жел соқпайды, не ағаштың жапырағы сыбдырламайды, не тіл қатқан пенде жоқ, не дыбыс шығарған мақұлық жоқ. Уа нұрлы ай! Менің бір сүйіктім бар еді, ол жанарыма нұр, жүрегіме ләззат пен шаттық құятын. Қаншама рет сенің көз алдыңда, сенің куәлігіңмен ол екеуміз бір-бірімізбен сыр шертісіп едік-ау. Алайда қатыгез тағдыр екеуміздің арамызда ажыратты. Маған одан бір хабар беріп, оның қайда жүргенін айтып бере аласың ба? Бәлкім дәл қазір ол да маған ұқсап саған телміріп, мен секілді сенімен мұңдасып, мен құсап сенен медет тілеп тұрған шығар. Міне, мен сенің тұнық айнаңнан оның бейнесін көріп тұрғандаймын. Оның да мені жоқтап, менің оны жоқтағанымда егіліп жылап тұрғанын сезіп тұрмын. Бұл көрініс оған дейін сағынышымды одан сайын өртеп, қайғымды еселей түсуде. Уа нұрлы ай! Неге мен сенің менен қоштасқың келгендей бірте-бірте көкжиекке сіңіп, батысқа қарай сырғып бара жатқаныңды көріп тұрмын. Неліктен сенің жарқыраған шапағатың ақырындап көміскіленіп сөне бастағанын байқаймын. Ал көкжиектің шетінен дәл сенің төбеңнен жарқылдаған мына жалаңаш семсер не нәрсе еді? Сәл аялдашы, жанарымнан ғайып болмашы, менен ұзап кетпеші, мені жалғыз қалдырмашы. Мен мына жалғанда өзіңнен өзге ешкімді білмеймін. Сенен басқа ешбір жаратылыста пада тауып жұбада албаймыды ғой. Ах, таң да атып қалды. Сөйтіп бедік жалғыз бұғдасып, беде жырақтап, жат досы беде көшіп кетті. Енді бада күндіздің сұрықсыз жалғыздығы қашан таусылып, түн қараңғылығының мейірімі маған қашан қайта оралар екен? Ізгілік қайда? Бір кітаптардан мынандай хикая оқығаным бар. Бір бозбала өмірінде бір ретте көрмеген, тек қиялында ғана бар аруға ғашық болып, ғұмырының біраз жылын соның елесімен өткізеді екен. Ол адамзат баласының бойындағы барлық сұлулық пен нәзіктікті жинақтап, санасында мінсіз бір бейне жасайды. Сол бейне қиялына әбден ұялап, көз алдына сомдалғаны соншалық оған деген махаббаты бүкіл жүрегін жаулап, ақылынан адастырады. Сөйтіп әлгі жігіт сол елесті жер-жиһанды кезіп, ұзақ жылдар бойы сарсаңға түсіп жүріп, ақыры оны тауыптымыз. Мен бұл хикаяны өтірікке шығара алмаймын, өйткені сол бозбала дәл менің өзім. Арамыздағы жалғыз ғана айырмашылық, ол өзінің іздеген арманын ару деп атаса, мен оны ізгілік деп атаймын. Ол іздегенін тапты, ал мен ізгілікті іздей титықтап біттім. Бірақ оған барар бірде бір жол таба алмадым.
Мен ізгілікті саудагерлердің дүкенінен іздедім, бірақ ондағы саудагердің сатушыны шапанын жамылған кәдімгі ұры екенін көрдім. Ол маған құны бірақ алтын тұратын затты 2 алтынға пудалап тұр. Демек, оның 2-ші алтынды ұрлап тұрғаны анық қой. Егер билік менің қолыма тисе, көз бояушылықпен қалтамды қағып тұрған соң, тиын ұрлаған ұсақ ұрыны жазалап, алтын ұрлаған алпауытты тайраңдатып қоймас едім. Мен саудагердің пайда тапқанына қарсы емеспін, бірақ оның тауарды әкелуге төккен тері мен оны сақтап қорғауға жұмсаған бейнетіне тиесілі адал үлесінен артық қарпып қалғанын құптамаймын. Менің түсінігімдегі адал мал мен арам дүниенің жалғыз-ақ айырмасы бар. Біріншісі адал еңбек пен маңдай тердің өтеуі де, екіншісі алдау мен арбаудың жемісі. Мен ізгілікті қазылар алқасынан, билік айтылар орындардан іздедім, бірақ байқағаным ең әділ деген қазының өзі алдындағы заң тармақтарынан сәл де болса ауытқып кетуден қатты қорқады. Өйткені ол өзіне мына тақты ұсынғандар ертең неге бүйттің деп есепке тартама, орнымнан алып тастаймы деп жасқанады. Ал жәбір көргеннің ақысын алып беру, залымның қолын қағу, әркімнің өз тиесілісін қайтару, қылмысына қарай әділ жаза кесу дегендер ол үшін тек қана заңмен кездейсоқ қабысып жатса ғана орындалатын, әйтпесе аса мән беріліп жатпайтын жарнама нәрселер ғана. Егер оның алдында заң мен ақиқат екі айырылатын болса, ол өз ұжданына қарсы шешім шығарады. Іштей біліп тұрса да өтірік сөйлейді, жазықсыздарды жазалап, қылмыскерді ақтап шығады. Егер оның бұл ісіне біреу кінә артса, заң солай деп сылтауратады. Ол бейне бір ақыл ойды заңның құлы етіп қойғысы келетіндей. Негізінде сол заңның өзі адам ақылының биік парасатының туындысы емес пе еді? Мен ізгілікті бай шіріктердің зәулім сарайынан іздедім. Байқағаным бай атаулының бірі қатты сараң, екіншісі дүниесін оңды-солды шашқан ысырапқор екен. Алғашқысының сараңдығы сондай, егер ол Фатима Алла оған разы болсын, анамызбен іргелес көрші тұрып, түн ортасында оның және қос перзентінің аштықтан бұратылып жылаған үнін естісе де, саусағымен құлағын бітеуге ерінер еді. Өйткені ол өзінің қатып қалған тас жүрегін ешбір мейірім сәулесі жібіте алмайтынына, оның тұла бойынан ешқандай жақсылық лебі еспейтініне әбден сенімді. Ал екіншісінің бар тапқан таянғаны сұлудың ерні мен шарап тостағанның арасында судай шашылуда. Ендеше осы екі пенденің қайсысының қолымен байлардың сарайына ізгілік аттап кірмек? Мен оны саясаткерлердің мінберлері мен басқосуларынан іздедім. Сөйтсем, келісім, шарт, ереже, міндеттеме деген сөздердің барлығы да бір ғана өтірік деген мағынаны білдіретін синонимдер екеніне көзім жетті. Өз тағында шіріген патша мен арбасының алдында отырған арбагештің арасында ешқандай айырмашылық жоқ екенін байқадым. Жалғыз айырмашы арбагеш өзінің жол ақысын бұзады, ал патша өзінің келісім шартын бұзады. Мен адамзаттың ең қас жауы адамның өзі екенін көрдім. Әрбір мемлекет өзінің қоймалары мен қару-жарақ жертөлелерінде, қамалдарының қойнауында, кемелерінің үстінде және ұшақтарының қанаттарында өзінің бауырлас көршісіне арнап ажал қарулары мен азаптың алуан түрін дайындап қойған екен. Егер екі арада бір шекара сызығы немесе құрғақ атақ даңқ үшін дау-дамай туа қалса, адам баласы дереу жыртқыш аңның терісін жамылып шыға келеді. Әлгі қару-жарақты өзіне тырнақ пен азу тіс етіп алады да, тырнағын қайрап, азуын ақситады. Сосын бір атадан тараған туған бауырына бас салып, бұл қанды қапастан не оны құртып, не өзі өліп қана қайтады. Егер сен бір-бірін қырып жатқан әлгі екі жауынгерден бұларың не үшін жауласып жүрсіңдер, кеуделеріңді кернеген бұл не деген кек? Сендер бір-біріңді осы майдан даласында ғана алғаш көріп тұрсыңдар, ендеше бұл дұшпандық қашан басталған еді деп сұрасаң, олардың бейбақ бастарының қалай алданғанын ұғар едің. Олар өз шаңырақтарынан тек патшаның тәжіне
бір інжу тас қойдыру үшін немесе қолбасшының омырауына бірден орден тағып беру үшін ғана шыққандарын түсінер еді. Мен ізгілікті дін өкілдері мен баспасөз қайраткерлерінің арасынан іздедім. Сөйтсем, олар да надандық базарында адамның ақыл-ойымен сауда жасап жатыр екен. Олардың әрқайсысы жұрттың санасынан бір саңлау тауып, сол арқылы ақылға кіріп, оны улайтын, ал жүрекке еніп, оны өлтіретінін көрдім. Олар осы зұлымдығы арқылы жұрттың қазынасын тонап, сандығындағы байлығын жымқыруды көздейді. Бұл ісін біреуі саясат атымен, екіншісі дін атымен бүркемелейді. Мен ізгілікті өніп өсетін топырағы мен мекені ау деп ойлаған жердің бәрінен іздедім, бірақ таба алмадым. Дариға-ай, енді оны қайдан таппақпын? Шарапханалар мен жезөкшелер ордасынан ба, әлде қарақшылардың үңгірі мен түрме қабырғаларының арасынан ба? Бәлкім көпшілік, жазушы тым асыра сілтеп шектен шығып кетті. Ізгілік әлі де көптеген адамның жүрегінде кең орын, кәусар бұлақ тауып жатыр емес пе дер? Олар бұл сөзді айтпас бұрын мен былай жауап берер едім. Мен ізгіліктің бар екенін жоққа шығармаймын, тек оның қайда екенін білмеймін. Өйткені адамдардың екіжүзділігі көз алдымда қалың қара бұлт болып тұтылды. Сол түнектен көзім байланып, аспан төрінен бірде-бір жарқыраған жұлдызды да, туған шоқ жұлдызды да көре алмай қалдым. Қазір жұрттың бәрі ізгілік туралы жар салып, оны иемденгісі келеді. Бәрі соның тонын киіп, шапанын жамылады. Ақылы да, ақымақты да алдап, арбап алатын көзбояушылықпен соның кейпіне енеді. Бұлардың бұл жасанды бейнесі адамдарға деген ең жаман ойлы, ең күмәншіл пенденің өзін алдап түсіреді. Ендеше мынау сөз көзге түртсе көргісіз қапас түн мен қара түнекте мен оған қалай ғана жетемін? Егер жұрттың өмірдің бақыты, рахаты, шаттығы мен нығметі туралы айтқандары рас болса, мен үшін бұл өмірдегі нағыз бақыт ғұмырымның бір күнінде жолымнан адал бір дос жолықтыру болар еді. Ол маған, мен оған шын ықыласпен сенсем, оған менен ешқандай жеке пайда, ешбір мүдде керек болмаса, тек менің риясыз пейілім мен достығымды ғана қанағат тұтса, оның жаны таза болса, менің достығымнан басқа ештеңеден дәмеленбесе, жүрегі таза болса, ішіне кек сақтамаса, сыртымнан басқа, көзіме басқа сөйлемейтін турашыл болса, тілі таза болса, өтірік айтпаса, өсек тасымаса, ешкімнің ар-намысына тиіп, былапыт сөз сөйлемесе, махаббаты таза болса, тек ізгілікті ғана сүйіп, тек зұлымдықты ғана жек көрсе, менің аңсаған бақытым осы, бірақ мен оны көре алмай жүрмін. Айналамнан жапырағы жайқалған, бұлбұлы сайраған ғажайып бақтарды көремін, ал құмның үстінде шұбар жыландай ирелеңдеп аққан мөлдір бұлақтарды көремін. Ғашықтардың ақылымен ойнаған сезімдей, жапырақтармен ойнаған самал желдің нәзік лебін сезінемін. Бұлбұлдардың әні мен бұлақтардың сылдырынан, лютияның ішегінен де артық шығатын, адам жанын тербететін мұңды әуендерді естимін. Бірақ бұлардың бірде-бірі менің көзімді қуантпайды. Ешбір үні құлағыма жақпайды, өйткені мен бұл көріністердің арасынан өзімнің іздеген асылымды көріп тұрғаным жоқ. Зұлымдықтың ұсқыны бір көзіме сондай жиіркенішті, оның сөздері құлағыма ауыр тиетін болғаны соншалық, мен тіпті жүрексіз өмір сүргім келіп кетті. Сөйтіп, өмірдің жақсылығы мен жамандығын да, қуанышы мен қайғысын да мүлде сезінбесем екен деймін. Егер мен кетсем, өмірдің қызығы мен жылуынан қағылатын шиттей балаларым болмағанда, мына сөйлейтін әлемнен әлгі үнсіз әлемге баяғыда қашып кетер едім. Сөйтіп, мына өлең жолдарының иесі тапқан жұбаныш пен тыныштықты мен де табар едім ау. Түз бөрісі ұлығанда жаныма бір жұбаныш, адам үнін естігенде зәрем ұшып құт қашты.